Қазақстанда тағы бір мереке пайда болды. Армысыздар, хабар арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар, студияда Ақсәуле Әлжан. Бүгінгі бағдарламада. Үкімет қатаң үнемге көшеді, дегенмен барлық әлеуметтік төлемақылар сақталады. Үкімет мүшелерінің мәлімдемесі. Дағдарыс кезінде ұлан-асыр той жасап, несиеге көлік алып, немесе пәтерді алып сату қаншалықты тиімді. Біздің тілшілер қаржылай қиын кезеңде ұтылып қалмаудың барлық амалдарын айтып береді. Солтүстік Қазақстанда бірнеше жылдан бері сусыз отырған ауыл тұрғындары арнамызға хабарласты. Отандастарымыздың қолы ең басты қажеттілікке қашан жетеді? Аптаның басты саяси жаңалығы мәжілісмендердің елбасына жолдаған үндеуі екені сөзсіз. Бірнеше күннен бері осы ұсынысқа қатысты сарапшылар пікірін беріп жатырмыз. Әлеуметтанушы әрі саясаттанушы ғалымдардың келесі дәйектеріне назар аударсақ. Те задачи, которые обозначены в плане. Ұлт жоспарында аталып өткен маңызды міндеттер мен парламент мәжілісі депутаттарының осы құрамы қабылдаған заңдар мемлекетіміздің одан әрі дамуы мен алдағы қысқа мерзімде атқарылар бағыт-бағдарын айқындап берді. Қазіргі қоғамда қалыптасқан жағдай елде тек саяси жаңару ғана емес, әлеуметтік экономикалық жаңғыруды қажет етіп отыр. Яғни елбасының ұлт жоспары 100 нақты қадам бағдарламасын атып көрсетілген жаңа реформаны жүзеге асыру қажет. Оған тың күш және саяси партиялардың жаңаша көзқарасы болу керек. Қазақстанға экономикалық әрі саяси тұрғыдан жаңару үшін нақты шешімдерді қабылдап іске асыру керек. Ол үшін құқықтық негізде қолайлы жағдай жасалған. Сол арқылы модернизациялау үдерісі үдемелі қарқынмен жүреді. Президентіміз әлемдік экономикада болуы мүмкін келеңсіз оқиғаларды алдын ала сезеді. Мысалы 1997 жылы көргендікпен Қазақстан 2030 даму стратегиясы қабылданды. Ол 1998-99 жылдар болған Азиядағы дағдарыс алдында жасалған қадам еді. Одан кейін сол стратегия 2050-ге ұласты. Қазір біз ол бағдарламалардың саяси әрі экономикалық жағынан да ұтымды болғанын көріп отырмыз. Түптеп келгенде барлығы да халық үшін жасалып жатыр. Бұл бастаманы америкалық сарапшылар да құп көреді. Вашингтондағы ғаламдық қауіпсіздік институтына қарасты энергетика, табиғи ресурстар және геосаясат орталығының директоры Ариэль Коэннің пікірінше, кезектен тыс сайлаудан жасқанудың қажеті жоқ. Себебі әлемде мұнай бағасы құлдырап, қаржылық дағдарыстың салқыны сезіліп тұрған қазіргі шақта бұл бастама экономикалық қиындықтарды оңай еңсеріп, елдегі тұрақтылықты сақтап қалудың тиімді жолы. Қазақстанда мәжіліс сайлауы мерзімінен бұрын өтуі мүмкін деген хабар Нью-Йорктың іскерлік орталарында да талқылануда. Экономикалық сарапшылар бұл ұсынысты дер кезінде жасалған және өте дұрыс деп санайды. Әр мемлекет өзінің дамуы үшін батыл қадамдарға баруы тиіс. Осы тұрғыдан қарағанда мерзімінен бұрын парламент сайлауын өткізу өте орынды дейді италиялық геосаясаттанушы Алессандро Лундини. Қазақстан келешегін ойлайтын, табысқа жетудің жоспарын жасаған мемлекет. Мұндағы кез келген саяси қадам екшеліп барып жасалады дейді ол. Қазақстанда мерзімнен бұрын парламенттік сайлау өткізу жөніндегі бастаманы орынды деп есептейміз. Елдің мүддесін қорғайтын жаңа құрамды парламентпен бірге жаңа міндеттерді орындауға деген ұмтылыс та түсінікті. Соңғы 10 жылдықта сіздердің мемлекеттеріңіздің басшысы түрлі жағдайлардан елді алып шыққанына қарап, осы жолы да солай боларына сенімдіміз. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кірді. Бұл үлкен жеңіс, ал экономиканың дамуы уақыттың еншісінде. Қазір Қазақстан үшін басты мақсат жақында ғана айтылған реформаларды жүзеге асыру. Оның іске асуы бірнеше жылды қамтығандықтан экономика мен институционалды жүйені сол уақыт аралығында қайта жандандыру тиіс. Сонда Қазақстан тұрақтылықты сақтап қала алды деп есептейміз. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін партиялар халықтың сеніміне ие болу керек. Әлемде жүріп жатқан дағдарыс ешкімге оңай тиіп тұрған жоқ. Мұнай мен табиғи байлықтардың бағасы құлдырап, тіпті Ресей, Австралия, Оңтүстік Африка, Канада мен Бразилия сияқты елдерге кесірін тигізіп жатыр. Сондықтан Қазақстанның жаңа парламент құрамын жасақтап, мерзімнен бұрын сайлау өткізу бастамасы нағыз қолдауға тұрарлық. Қазақстан онсыз да жаһанның көптеген мемлекеттермен салыстырғанда өзіндік өрлеу қарқынымен танылып келеді. Меніңше ол осы бағытынан жаңылмай алдағы 10 жылдықтарда әлі талай биіктерге жететініне бек сенімдімін. Теориядан практикаға осы уақытқа дейін әзірленген құжаттардың арқасында енді елде атқарылуы тиіс жұмыстың барлығын жүзеге асыруға мүмкіндік туады. Себебі маңызды әр саланы қамтуға тырыстық және кез келген жағдай ескерілген. Бұл әлеуметтанушылардың пікірі. Парламент депутаттарымен қоса мәслихат депутаттары да қосымша бірге жаңағыдай сайлау өткізу туралы
өздерінің ұсыныстары, ол да оңтайлы шешім. Соның барлығы мемлекеттен, мемлекеттік органдардан, оның ішінде заң шығарушы органнан өте үлкен өзекті тез жұмыс талап етеді. Сол себептен қазіргі біздің елімізде жаңа жүзеге асырылған 5 институционалдық реформаға қатысты заңдар қабылданғанмен, оның практикалық тәжірибесі керек бізге. Сол себептен практикалық тәжірибе жүзеге асыру барысында бізге жаңа жобалар керек. Жер жаһанды экономикалық тұрақсыздық жайлаған сәтте ұлтты ұйыстырып, жұртшылықты жұдырық болып жұмылуға бастайтын заңнамалық әлеует қалыптастыру аса маңызды. Парламенттің төменгі палатасы мен жергілікті депутаттар корпусын жасақтау науқанын қосып өткізу ұтымды шара екендігі де даусыз. Бұл Қызылорда қалалық мәслихатының депутаты көп жылдар бойы су шаруашылығы саласында еңбектеніп жүрген Жорабек Нұрымбетов есімді азаматтың пікірі. 5 институциялық реформаның орындалу үшін жаңа серпін керек, жаңа құрылым керек. Осы құрылым болған жағдайда олардың мына біздің халықтың экономикалық жағдайына, мынау саяси жағының тұрақтылығына ары қарай оң әсерін тигізеді деген менде ой пікір бар. Әлемдегі қаржы дағдарысы кеше ғана басталған жоқ. Және оның бұған дейін де бірнеше рет оралып, елдерді әбден әбігерге салып жатқаны рас. Қазақстан қашанда бұл қиындықтарға қарсы қарымта бағдарлама әзірлеп, экономикалық ауыртпалықты халыққа сездірмей-ақ келеді. Қалың бұқара мұны жақсы түсініп отыр. Және бүгінде қоғамда талқыланып отырған маңызды ұсыныстардың да жайдан жай жасалып отырмағанын біледі. Ақтөбелік Линда Панова 15 жылдан бері аспаз болып жұмыс істейді. Жұбайы мұнайшы. Қазіргі жағдайыма ризамын. Қызымыз өсіп келеді. Керектінің барлығы бар. Бұдан да жақсы болса, бізге де жақсы дейді ол. У меня есть стабильная работа. Тұрақты жұмысым бар. Қызым өсіп келеді. Орта мектепте білім алуда. Сосын оқуға түсетініне сенімдімін. Жағдайымыз тек жақсара беретін сияқты маған. Себебі заманның өзі тез дамып, қарқынды өмір болып кетті ғой. Жұмыс істеп тырысып жатқан адамдар. Міне депутаттар да өткенде мерзімінен бұрын сайлау туралы айтты. Яғни экономикалық және үнем жағына керек болғаны деп ойлаймын. Ал дәрігерлердің күнделікті жұмысы адамдардың өмірін ажалдан арашалап қалу. Хирург мамандығын таңдаған Серік Аяғанов қазір облыстық аурухананың бас дәрігері. Оған дейін Сенат депутаты да болған. Әкімшілік құжаттарды реттеумен қатар операция жасаудан да қол үзбеген. Оның айтуынша депутаттар талқылап қабылдаған заңдардың ішінде денсаулық сақтау саласына қатыстылары да аз болмады. Былтыр Ақмола облысында медицинаға 23 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Серік Аяғанов кезінде денсаулық сақтау кодексін әзірлеген жұмыс тобына жетекшілік еткен білікті маман. Оның айтуынша, алға қойылған мақсаттарды еңсеру үшін жаңа құрамды ертедек жасақтап алу маңызды. Жаңа парламент сайлау өте орынды ғой деп ойлаймын. Өйткені алдымызда тұрған мәселелер көп. Сол мәселені уақытында шешу керек. Екіншіден мәслихат сайлауы да бірге болатындай болып отыр. Бұның өзі біраз бюджеттік шығынды азайтады. Сондықтан оны қолдаймыз. Мен ойлаймын, бұл тек қана еліміздің болашағына өте тиімді және пайдалы болады. Жаһандық дағдарыс жағдайында жұмыла еңбек ету аса маңызды. Алмағайып заманда әрбір сәттің қадірін біліп, уақытты бағалау қажет. Сондықтан сайлауды ертерек өткізіп, ел мүддесі үшін еңбек ететін депутаттарды жуық арада таңдап алғанымыз өте орынды дейді қарағандылық мұғалімдер. Бұл парламент мүшелері ұзақ уақыт бойы қаншама заң қабылдады. Сол жасаған заңдардың бәрін халық үшін үлкен еңбек етті деп санаймын. Әсіресе біздер үшін, мұғалімдер үшін олардың жасаған еңбектері ұланғайыр, біздің биылдан бастап жалақымыздың өсіп жатқаны және біздің әлеуметтік жағдайлардың жақсарып жатқаны, халқымыздың әл-ауқатының жақсарып жатқанына бұл депутаттардың да үлкен үлесі бар деп санаймын. Сонымен 3 маманның пікірін білдік. Олардың барлығы түрлі салада маңызды қызмет атқарып, қоғамның дамуына, яғни халықтың өмірін жақсартуға өз үлесін қосып отыр. Сондықтан елге не керек екенін олар да жақсы біледі. Достық Талғатұлы, аймақтағы тілшілердің көмегімен қорытынды жаңалықтар. Жаңа күшпен, жаңа мүмкіндіктерге мәжіліс депутаты Камал Бұрханов алдымыздағы сынақтарға ел болып, халық болып әзір болуымыз керек деп санайды. Сол себепті сайлауды уақытынан бұрын өткізу бізге тиімді болады деді ол. Келесі жылды күтпей, өйткені қандай замандар болады, не болады, біз сол сайлауды күтіп, уақытты өткізіп алып, әрбір күнгі бүгінгі таңда өте өзінің орны бар, халықтың экономикалы мынандай жағдайда халықтың тікелей тұрмысына әрбір қазақтың, әрбір қазақстанның семьясына әсер етеді. Сондықтан соның бәрін ескере отырып, қазір тарап алдымыздағы түрлі сынақтарға қоғам ретінде, халық ретінде, мемлекет ретінде біз әзір болуымыз керек.
Әлемдік дағдарыс алпауыт экономикаларға тырнағын батырған былтырғы жылдың өзінен де Қазақстан аз да болса табыспен шығыпты. 2015 жылы экономикалық өсіміміз 1,2% құраған. Жұмыссыздық 5% деңгейінде тұрақтапты. Сыртқы сын қатерлерге қарамастан, әлеуметтік саладағы ахуал тұрақты деді премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев. Бірнеше министрді журналистермен кездесуге бастап келген ол, бүгін үкімет енді үнемдеу саясатын қатаң ұстанатынын айтты. Баспасөз мәслихатына әріптесім Нұрбек Байбосында қатысты. Қазір ол сараптамалық орталықтан бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Кеш жарық, Нұрбек, үкімет үнемдеуді неден бастамақ? Қайырлы кеш Ақсәуле. Үкімет ең алдымен барлық шығындарды тексеріп, тиімсіздерін қысқартпақ. Тек әлеуметтік салаға тиіспейді. Қажет болса, оларға қосымша қаражатта бөлінетін болады. Для реализации дополнительных задач. Биылдан бастап республикалық бюджеттен жедел шараларды қаржыландыруға арналған қосымша резерв бөлінеді. 2016 жылдың қосымша резервіне 225,2 миллиард теңге бөлу жоспарланды. Бұл қаражат халықты жұмыспен қамтамасыз етуге және мемлекеттік нұрлы жол бағдарламасын қосымша қаржыландыруға бағытталады. Нұрбек, кеше ғана кейбір сарапшылар ұлттық қордың қаражаты алдағы уақытта тез таусылып қалу туралы болжам жасаған еді. Осы тақырыпта үкімет мүшелері қандай да болсын ақпарат таратты ма? Қаржы министрі Бақыт Сұлтановтың айтуынша ұлттық қордағы қаржыға ондай қауіп төніп тұрған жоқ. Сондай-ақ ондағы бар ақшаны тиімді жұмсауға бағытталатын арнайы тұжырымдама бар. Есть определенные ограничения и лимиты. Нақты шектеулер мен көрсеткіштер бар. Біз оларды қатаң сақтаймыз және ұлттық қордан қаржы алатын кезде сол талаптарды ұстанамыз. Мәселен, биыл ұлттық қордың қолданыстағы тұжырымдамасы бойынша тек 8 миллиард доллар көлеміндегі қаржыны кепілдендірілген трансферт қаражаты түрінде аламыз. Үкімет мүшелері өткен жылдағы экономика өсімінде жария етті. Республикалық бюджетке 6,2 триллионнан астам теңге қаржы түскен, яғни алдыңғы жылдағыдан 4,4%-ға өскен. Сонымен ел экономикасының өсімі 2015 жылы 1,2%-ды құрап отыр. Атқарушы билік бұған дейін де айтып келгендей, мұнайдың баррелі 30 немесе 20 доллар, тіпті одан төмен болған жағдайда арнайы сценарийлерді жүзеге асырмақ. Ал Қазақстан дүниежүзілік банктың Doing Business рейтингіндегі 41-ші орынға тұрақтаған. Банк елімізді 10 бағыттың жетеуінде 19 реформа жүргізген мемлекет ретінде таныған. Ерболат Досаев баспасөз жиында биыл коммуналдық жүйелерді, инфрақұрылымдық құрылыстарды қаржыландыру қысқармайтындығын айтты. 2015 жыл өткен жылдың ішінде екі бағдарламадан бөлінген қаржы бөлінгендігін, біреуі нұрлы жол инфрақұрылымдық даму бағдарламасынан келген қаржы қаражаты 60 миллиард теңге. Екіншісі өңірлік дамудың 2020 жылға арналған бағдарламадан бөлінген 66 миллиард 200 миллион теңге. Осы жылы қосымша нұрлы жол бағдарламадан бөлінетін тағы 90 миллиард теңге. Осы бәрі қаражат біздің коммуналдық желілерді салу және реконструкция арналығы үшін жіберілетін болады. Айтпақшы, тұрғын үй құрылыс жинақ банк салымшыларының өтемақыны қай уақытта алатындығы да осы жиында белгілі болды. Өтемақылар 2016 жылдың шілдесінде және 2017 жылдың қазанында 2 транш арқылы төленеді. Ал өтемақының жалпы көлемі 60,9 миллиард теңге. Ақсәуле? Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Нұрбек Байбосын. Канада валютасының ақш долларына қатысты бағамы құлдырап, 12 жылдағы ең төменгі көрсеткішіне жетті. Қазір 1 Канада долларының құны 70 ақш центіне тең. Сарапшылар бұл жағдайды сырттан тасымалданатын, әсіресе ақштан келетін тауарлардың көптігімен және мұнай бағасының арзандауымен түсіндіріп отыр. Себебі Канада бюджетін негізінен мұнай саласы қаржыландырады. Мамандардың айтуынша, Канададағы қиын жағдай жыл соңына дейін сақталатын көрінеді. Қазақстандағы жоғары оқу орындарының түлектері еліміздің ғана емес, өзге де мемлекеттердің еңбек нарығында сұранысқа ие болуы тиіс. Ол үшін халықаралық талапқа сай білім беру стандарттарын қабылдау қажет. Бұл туралы бүгін үкімет жетекшісінің орынбасары Дариға Назарбаева Алматыда университет ректорларымен өткен кездесуде мәлімдеді. Дариға Назарбаева әуелі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде болып ғалымдардың жобаларымен танысты. Университет басшыларымен кездесуде 2016-2019 жылдарға арналған білім мен ғылымды дамыту мемлекеттік бағдарламасының жобасы талқыланды. Жоғары оқу орындарының жұмысын реттейтін нормативтік құқықтық актілерге өзгертулер енгізу жайы да сөз болды. К сожалению, наши
Сіз қазір бір қатар инновациялық жобамен таныстыңыз. Өкінішке қарай университет инновациялық құрылымдардың құрылтайшысы бола алмайды. Біздің құқығымыз жоқ. Біз тіпті әлемнің озық университеттерімен біріккен ғылыми зерттеу зертханасын аша алмаймыз. Бұл үшін үкіметтің қаулысы қажет. 2017 жылдан бастап еліміздің жоғары оқу орындары халықаралық аккредитациядан өтеді. Университеттердің қаржыландырылуы бөлінетін білім гранты осыған байланысты болады. Мұндағы басты мақсат білім сапасын әлемдік деңгейге жеткізу. Вот что сегодня Кәсіби қауымдастықтар профессорлар мемлекетке халықаралық талапқа сай заманауи білім беру стандарттарын жасауға көмектесулері тиіс. Соның негізінде тек Қазақстанда ғана емес, шетелде де сұранысқа ие болатын маман дайындауымыз қажет. диплом о высшем образовании. Дариға Назарбаева Тұрар Рысқұлов атындағы жаңа экономикалық университеттің оқытушыларымен де кездесті. Білімді қаржыгерлер мен экономист мамандарды дайындау қажеттілігін айтты. Вникая в работу профильных министерств. Профильді министрліктердің жұмысын мұқият зерттегеннен байқағаным, оларда экономикалық жоспарлау ақсап тұр. Мысалы, бюджетті өткен жылдың бюджетінің негізінде инфляцияны индексациялау арқылы жасай салады. Қай салаға қанша қаражат қажет, ол жағы тиянақты зерттелмейді. Сондықтан сіздердің зерттеулеріңіз студенттердің дипломдық жұмыстары Қазақстандағы экономикалық жағдайды қамтыса дұрыс болар еді. Более привязаны к нашей реальности. Түстен кейін Дариға Назарбаева Қазақ ұлттық аграрлық университетінде болды. Кездесуде ғылым мен бизнес арасындағы байланысты нығайту жайы талқыланды. Ұлан Нарынбек, Айдар Әбдешев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан. Әлем бойынша алпауыт елдердің валюталары құлдырап, Brent маркалы мұнайдың бағасы $30 төмендеп кетті. 2004 жылғы дағдарыста да бұлай болмаған. Қазынасы қара алтынға тәуелді біздің елдің халқы үшін тапқан табысты үнемдей білу аса маңызды болып барады. Қолға тиген ақшаны оңды солды шашпай үнемдей білудің жолдары қандай? Әріптесім Индира Жылқайдарова арнайы репортажында осы сұраққа жауап беріп көрді. Той болса бөркін аспанға ататын біздің халықтың әдеті. Біреулері несиелетіп болса да әсірелеп жасағысы келеді. Қарызданып, қауғаланып той жасайтындары бар. Жалпы қаржылық қиындық жағдайында қанағат қажет ақ. В январе у нас ни одной свадьбы, ни одной. У нас только проводы. Куда уходят эти невесты, мы еще не знаем. И в каком формате... Куда-то уходят? Да. Десе де, талай тойдың сәнін келтіріп жүрген талантты да тапқыр жігіттер Азамат пен Антонның айтуларынша тойдан бас тартатын біздің ел емес. Ендеше көл-көсір шығынданбаудың амалын іздеген жөн. Тең-теңімен тезек қабымен деген бар. Асаба жігіттер дастархан мәзірінен де үнемдеуге болады дейді. Екінші столда айтсақ, оның бәрі тауық ниеті ма, балық ниеті ма, оларды кейбіреулер қонақтар керек қылмайды. Антрактан шығып, салаттарды жеп, сок бар, су бар, не керек? Қалады сонымен. Балықта талай рет көріп жүрдік қой тойларда. Біреу тамақтың бағасы ресторан бойынша, меню бойынша мәзірден. Ол болады, мысалы, 2,5-2700 ба, соған жақын болады. Ал 120, 150, 200 адам жиналса тойға. Ол қандай экономия шығады? Қанағат қарын тойдырады. Бұдан басқа құндыз том мен алтын жүзіктер дәстүрде мал шашпақтыққа жататын сияқты дейді той ұйымдастырушылар. Ну вот, например, эта парочка наша, значит, девушка с парнем в казахском национальном костюме привезены нам из санатория Мойылды нашими постоянными клиентами. Ал демалыстың бағасын туристік операторлар нақты біледі. Себебі жыл 12 еңбектенген кез келген жан тынығар жанға жайлы орын таңдайды. Қазақстандықтардың барлығы дерлік ұлттық валюта бағамы өзгергенге дейін Қара теңіз жағалап, Таиланд, Біріккен Араб Әмірліктерінен саяз десе, қазір бағасы шапшып тұр. Ішкі туризміміздің бағасы біздің клиенттерге өте қол жетімді болып тұр. Себебі біздің бағалар тәулігіне мысалы 3 реттік тамақ ішуді қосады, ем алуды қосады. Сондықтан әлдеқайда арзан Қазақстанда демалған дұрыс. Әрі үнем, әрі барақша өз еліңде қалады. Астаналық Айбек Өтепбергенов ер азығы қанағат дейді. Темір тұлпар мінуді қымбатсынған ол сатып жіберіпті. Енді қазір жаяу жалпылап жүргенімен артық шығыннан арылдым дейді. Бір айда бензинге 25 мың, 30 мың кетіп қалады. Оны автобуспен мысалы жүрсен, айына 10 мың теңге кетеді. Соның бәрін санап, бұлай салыстырған кезде көліксіз жүру өте тиімді. Баспана, бас қайғы демекші пәтерге әркімнің ақ бар таласы. Тұрғын үй нарығындағы жағдайда ел экономикасы, халықтың әл-ауқатына қарай құбылып тұрады. Құлдыраған қара алтын үй бағасына да ықпалын тигізбек.
Экономическая тяжесть этого года. Алдағы уақытта пәтер бағасы төмендей бастайды. Сондықтан жылжымайтын мүлік сатқысы келетіндер қазір саудалап жіберсе дұрыс. Ал баспана алғысы келіп жүргендер әлі күте тұруға болады. Иә, аумалы төкпелі кезеңде үнемшілдік артық етпейді. Тойшыл халық сыйлыққа да құмар болатыны белгілі. Сый құрметтің де шегі бар деген пиар маман қымбат дүниелерге әуестенбеуге кеңес берді. Қанағатсыз жалғыз атын сойғызар деген бар. Көрпемізге қарай көсілсек жарап жатыр. Индира Жылқайдарова, Абдулла Исаев, қорытынды жаңалықтар. Эфирде қорытынды жаңалықтар, одан әрі көретіндеріңіз. Баварияның басшысы мигранттар тиелген автобусты тікелей Ангела Меркельдің кеңсесіне жіберіпті. Неміс канцлерінің қарымта жауабы туралы сәлден соң. Солтүстік Қазақстанда бірнеше жылдан бері сусыз отырған ауыл тұрғындары арнамызға хабарласты. Отандастарымыздың қолы ең басты қажеттілікке қашан жетеді? Солтүстік Қазақстан облысында таза ауыз суға 200-ден астам елді мекен зәру болып отыр. Солардың бірі Шаховское ауылы. Мұнда 270 үй бар. Село Петропавл қаласынан 15 шақырым жерде орналасса да, еленбей ескерусіз қалғандай. Мөлдір судан сап отырған ағайынмен аймақтағы әріптесім Самат Қайырденұлы жүздесіп қайтты. Солтүстік Қазақстан облысының қысы қатты қақыған аяз әсіресе Шаховское ауылының тұрғындарын әбігерге салуда. Мәселен, ауаның температурасы минус 25 градустан асса, құдықтың бетіне мұз қатып, тіршілік нәрі таралатын шлангыны алып шығу екі талай. Ал қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, су жоқ. Бүгінде бұл елді мекенде 800-ден астам тұрғын бар. Ауыл қала іргесінде орналасқандықтан көшіп келіп жатқандардың қарасы қалың. Дей тұрғанмен бәрін алаңдатып отырған жалғыз мәселе. Күрделі күрмеу, ол таза ауыз судың тапшылығы. Трубопровод старый, мотор, то еще что-то бывает. Суды күніне 1 сағат қана береді. Сондықтан алып үлгеруіміз керек. Оның үстіне құбырлардың дені ескі, жиі істен шығып тұрады. Ал көлігі бар азаматтар қаладан әкеледі. Ал біз секілді қарапайым халық осы суды тұтынуға мәжбүр. Өйткені басқа амалымыз жоқ. Это техническая вода, она не питьевая вода. Ни один фильтр не выдерживает. Ал Рамазановтар отбасы 6 жыл бұрын қаладан осы ауылға қоныс аударыпты. Мал шаруашылығымен айналысамыз деген жоспарлары да болған. Алайда мүмкіндік болмай тұр. Себебі су жоқ. Ал күнделікті пайдаланатын тіршілік нәрін қаладан арнайы сатып алып келеді екен. Специально купили кулер, аппарат. Балаларымызға арнайы су тазартатын құрылғы сатып алдық. Үйде таза суды тұтынса, мектепте құдықтың суын пайдаланады. Бұл адам ағзасына зиянды ғой. Жалпы бүгінгі күні солтүстік Қазақстан облысында аңқалары кеуіп мөлдір суға зәру болып отырған 200-ден астам елді мекен бар. Ал оларға таза ауыз су қашан жететіні әзірге белгісіз. В 2015 году 2015 жылы 41 елді мекенде су тарату желісі қайта жөнделіп, 3 ауылға таза ауыз су берілді. Бұл Есіл, Тайынша және Ғабит Мүсірепов аудандарында. Осылайша былтырғы жылы өңірдегі ауылдардың 55,8% толығымен тіршілік нәрмен қамтамасыз етілді. Биылда бұл жұмыстар жалғасын табады. Яғни Чехова Кішкенекөл су құбыры салынып аяқталады. Сондай-ақ жыл соңына дейін Мағжан Жұмабаев ауданына қарасты 3 ауылға және Тайынша қаласына су беруді жоспарлап отырмыз. Аталған мәселе жылда әкімдердің есептік кездесулерінде көтеріледі. Бірақ нәтиже болмай отыр. Осылайша басшылар уәде беруден, ал тұрғындар күтумен келеді. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Руслан Әлиев, Дмитрий Рура, қорытынды жаңалықтар Солтүстік Қазақстаннан. Айтпақшы, кешегі бағдарламамызда алдағы аптада Астанаға есеп беру үшін Қостанай облысының әкімі келеді деп айтқан едік. Бүгін белгілі болғандай жоспарлар өзгеріп, алдағы сейсенбіде Астанаға Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ерік Сұлтанов келетін болған. Аталған мәселе туралы сұрақты облыс әкімінің өзіне қоятын боламыз. Өткен түні Ангела Меркельдің Берлиндегі кеңсесінің алдына ондаған босқын мінген автобус келіп тоқтады. Германиядағы Ландсхут ауданының басшысы Питер Дрейер осылайша канцлердің көші-қон саясатына деген өз қарсылығын білдірген. Ол мигранттарды өз аймағында қабылдаудың орнына бірден Берлинге жіберген. Дрейердің айтуынша, ол осыған дейін Меркельге жазған ашық хатында босқындардың көп бөлігін Баварияда орналастыруға мүмкіндіктің жоғын жазған көрінеді. Жалпы өткен жылы Европаға миллионнан астам мигрант келсе, олардың дені Германияда қалуға тырысады. Осы жағдайға байланысты жергілікті саясаткерлер босқындар санын шектеуді ұсынуда.
Осы орайда 100 түрлі ұлтты сүттей ұйытып, бабын тауып отырған Қазақстанға қалай таң қалмасқа. Бұл бір күнде емес, қанымызға сіңген, ғасырлай бойы қалыптасқан болмысымыз. Осы құндылықтарды жастардың бойына да сіңіру үшін қабылданған мәңгілік ел идеясы елімізде ұлтаралық татулықты, толеранттылық пен бірлікті қамтамасыз етуді көздейді. Осы орайда мемлекеттік және азаматтық ұйымдарының өзара әрекет етуі маңызды. Атап айтатын болсам, мәңгілік ел жалпы ұлттық патриоттық идеясына ерекше мән берілген. Бұл ұғым қоғамның болашаққа деген сенімін біріктіріп, оны ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, қазақстандық патриотизмді оятуы тиіс. Қазақстандықтардың күнтізбесі тағы бір мерекелік датамен толықты. Елбасының жарлығымен 1 наурыз Қазақстандағы халықтардың бір-біріне және қазақтарға алғыс айту күні деп бекітілді. Бұл датаның таңдалуы бекер емес. Осы күні Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылған. Жалпы 20 ғасырдың басында қазақ жеріне 5,5 миллионнан астам адам жер аударылған. Сол жылдары қазақ халқы қуғын сүргінге ұшыраған орыс, кәріс, украин және поляк халқы сынды ұлттарға көмек қолын ұсынған. Сол себепті де этномәдени орталықтардың өкілдері бүгінде алғыс айту күні қазақстандықтарды бір-біріне жақындастырып, бір тектілік пен бір тұтастықты нығайта түседі деп санайды. В то время, если ты даже оказывал помощь. Елге жер аударылғандарға көмектескен үшін қазақтардың өздері қуғын сүргінге ұшырауы мүмкін еді. Бірақ соған қарамастан қауіп қатерге бас тіккен. Мысалы, Алжир лагерінің қарауылына білдіртпеу үшін жала жауып сотталғандардың әйелдеріне тас атқандай болып, құрт лақтырып, оларды аштықтан құтқарған. Мәскеуде бүгін Нұрсұлтан Назарбаев жайлы өмірбаяндық кітап жарық көрді. Туындының тұсаукесері Қазақстанның елшілігінде өтті. Шараға дипломаттар, Ресейдің көрнекті қоғам қайраткерлері, саясаткерлер және жазушылар қатысты. Нұрсұлтан Назарбаев туралы кітап «Тамаша адамдардың өмірі» деген сериямен шығып отыр. Еңбектің авторлары белгілі қоғам қайраткері, Еуразиялық экономикалық комиссияның мүшесі Тайыр Мансұров пен Қазақстан мен Ресейде танымал жазушы Валерий Михайлов. Авторлар әсіресе мемлекет басшысының тәуелсіз қазақ елін дамытудағы қайраткерлігіне ерекше тоқталған. Мы авторы, конечно, понимали. Біз кітаптың авторлары бұл жұмыстың қиын болатынын және жауапты екенін жақсы түсіндік. Себебі Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірбаяны туралы қазақстандық және шетелдік жазушылар көп дүние жазған. Біз әлемдік деңгейдегі саясаткерді жаңа қырынан көрсетуге тырыстық. Оған оқырман өз бағасын береді деп ойлаймын. ТМД елдерінің ішінде қан төгілмей бейбіт түрде дамып келе жатқан екі-ақ мемлекет бар. Ол Қазақстан мен Белоруссия. Қазақстанның бұл күндері қол жеткізген табыстарының барлығы президент есімімен байланысты. Сондықтан біз кітапта осының бәрін ашып көрсетуге күш салдық. Бүгінге айтарым осы, аман болайық.